Баршаңызға қайырлы күн. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай дәмі өте керемет болып шығатын, құрамы да өте қол жетімді болатын тарыдан чизкейк дайындайтын боламын. Олай болса, видеоны соңына дейін қарайық. Ол үшін алдыменен жақсылап жуып алған қуырылған тарымызға ыстық сүт құйып, жарты сағатқа бұқтырып қоятын боламыз. Келесі кезекте бізге осындай корж қажет болады. Рецептісін мен төменге қалдырып кететін боламын. Осылай біз коржымызды блендерден өткізіп аламыз. Корждың орнына кез келген өзіңізге ұнаған печенье түрінде қолдансаңыз болады. Оның үстінен талқан және ертіп алған сары май және қоюлатылған сүтіміз, яғни сгущенканы салып, барлығын араластырып алатын боламыз. Барлығын толық рецептіменен, грамдарменен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Талқанымызды жақсы бірігу үшін осылай қолымызбенен жақсылап араластырып біріктіріп аламыз. Енді араластырып алған талқанымызды 24 диаметрлік формамызға салып, осылай стаканның көмегіменен видеодағыдай етіп, біркелкі етіп тегістеп шығамыз, осылай бортиктерін реттеп. Бізге енді арасына салмасы қажет болады. Ол үшін бізге қаймақ, қоюлатылған сүт және дәміне қарай қантымызды барлығын салып араластырып, алдын ала бұқтырып қойған тарымызды да салып, әдемі иіс дәм беру үшін ванилинімізді және жүгері крахмалы және бір дана жұмыртқамызды салып, барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін формамызға құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 150 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Бізде осылай дайын болды. Енді суығаннан кейін ғана формадан шығарып аламыз. Менде 2 сағаттай уақыт өтті. Формадан шығарып алдым. Өте жұмсақ, ерекше дәмді болып шықты. Коржбенен талқанды қосқаннан кейін ерекше дәмді болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептіменен жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай сливкисіз, творожный сыр қоспай-ақ, үй жағдайында қол жетімді заттармен осындай дәмді шығатын чизкейк дайындап жесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийге бөлісе кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.